Йылмаз қызғаныштан Серапқа қол көтере бастайды. Содан Серап одан қорқып Туфанмен бұрынғыдай араласпай қашқақтап кетеді. Туфан Сераптың үйіне келіп, мен саған бір нәрсе айтуға келдім дейді. Серап, неге келдің? Бұлай келуіңе болмайды. Қазір Йылмаз келіп қалса, дұрыс түсінбей қалуы мүмкін. Өтінемін, кет бұл жерден деп сасқалақтай бастайды. Туфан, жақсы, мен саған ана әйелден ажырасатынымды айтпақпын дейді. Туфан кете салысымен артынан Йылмаз келеді. Мен саған ана немемен араласпа деп едім ғой деп Серапқа қол көтереді. Серапқа Ферда келеді. Ферда Сераптың денесіндегі көгерген істерді көреді. Серап, қандай жағдайға тап болғанымды қарашы. Туфанды ұмыту үшін Йылмазға тұрмысқа шықтым. Оның шын мәнінде қандай адам екенін білмедім. Жын ұрған сияқты, бәрі тойдан кейін басталды дейді. Ферда, заттарыңды жина, мына жерден кетеміз дейді. Серап, мен қайда барамын? Елге күлкі болатын болдым ғой. Үн-түнсіз кетіп қалсам, жағдай одан сайын қиын болады дейді. Ферда, сен ана Йылмаз деген немеден ажырасасың, болды дейді. Серап, иә, ажырасамын. Бірінші оның өзімен дұрыстап сөйлесіп көрейін дейді. Серап Йылмазға ажырасатынын айтып, бір-бірімізді ренжітпейік, жақсы қарым-қатынаста екі жаққа кетейік деп түсіндіреді. Йылмаз, иә, жақсы, кейбір заттарды дұрыс түсінбеген сияқтымыз. Ажырассақ ажырасайық, солай болған дұрыс шығар. Осында қалмай-ақ қояйын, қонақ үйге барып жатайын, киім-кешектеріңді жинап бересің бе деп өтінеді. Серап Йылмаздың бұлай оңай келісе салғанына таң қалып қалады да заттарын әкелуге кетеді. Сол уақытта Йылмаз Серафтың телефонын алып тығып алады. Серап әкеліп берген чемоданын алып шығып кетіп, Серафтың сыртынан кілттеп кетеді. Бұндайды күтпеген Серап есікті аш деп айғайлай бастайды. Нұр Туфан ұйықтап жатқанда телефонына Сераптан келген хабарламаны оқып қояды. Хабарламада Серап, мен келіп тұрмын, тез шықшы деп жазып жіберген екен. Нұр, ісім сенімен болады дейді де, Туфан оянып қала ма деп кетіп қалады. Сераптан тағы да 2 көшеден кейін күтіп тұрмын деп хабарлама келеді. Сол сәтте Туфан оянып, хабарламаны оқып, киініп сыртқа шығады. Туфанның үйде жоқ екенін байқаған Нұр, мен сендердің көздеріңді құртамын деп Туфанның артынан шығады. Туфан Серапты іздеп айтылған көшеге келеді. Таппаған соң бір бос ғимараттың ішіне кіреді. Ол жерде оны Йылмаз күтіп тұрған еді. Туфан, сен екенсің ғой деп хабарламалардың барлығын Йылмаз жібергенін түсінеді. Йылмаз, иә, менмін. Сен ұятсыз неме, менің әйеліме көзің түсіп жүр екен ғой дейді. Туфан, ол өткен әңгіме, сен өзіңді еркекпін деп тұрсың ба, әйелге қол көтеру еркектік пе дейді. Йылмаз, мен саған қазір көрсетемін деп тапаншасын алып шығып Туфанға кезейді. Нұр Туфанды іздеп айқайлап шақыра бастайды. Нұрдың дауысын естіп Йылмаз, әйеліңді шақырғансың ба деп елеңдете түскенде, Туфан Йылмаздың қолындағы тапаншаға таласа кетеді. Сол кезде Нұр да жетіп, күйеуімді жібер деп Йылмазға жармасады. Сөйтіп тұрғанда тапаншадан оқ атылып кетеді. Оқ Нұрға тиеді. Нұр сол жерде құлайды. Йылмаз қорқып оқиға орнынан қашып кетеді. 2 апта өткен соң Нұр жарақатынан сауыға бастайды. Сол оқиғадан кейін Йылмазды полиция ұстаған екен. Тергеу жұмыстарын бастап кеткен. Ал Серап Йылмаздан ажырасады. Жаңа жыл кешін барлығы тойлап жатады. Туфан, сендерге айтар жаңалығым бар. Бұндай шешімге мен баяғыда келуім керек еді. Мен сенімен ажырасамын, Нұр, дейді. Осындай нақты шешімге келгенін айтады. Нұр әрине бұндайды күтпейді. Содан Туфан Лейдаға, жағдай қазір ушығып тұр, бірақ мен өзімнің отбасым үшін сенен сұрарым бар. Саған толықтай сене аламын ба деп сұрайды. Лейда әрине деп жауап қатады. Туфан, мен отбасымды Нұрдан қорғау үшін бүкіл активтерімді сенің атыңа аударуым керек болып тұр дейді. Ләйла оған келіседі. Ләйлаға да керегі сол емес пе, істегені алдынан өзі шығады. Туфанды да тырп еткізбейтіндей мүмкіндікте қолына оп-оңай түсе қалады. Нұр Туфанға, ертең біздің мерейтойымыз екен, сондықтан ажырасар алдында соны бірге атап өтсек деп өтініш білдіреді. Туфан келіспейді. Нұр тізерлеп жалына бастайды. Туфан сонда да шақыртуын қабыл алмайды. Туфанды көндіре алмаған Нұр амалы таусылып Фердаға келіп,
Сенен маған әйел ретінде көмегің керек болыпты. Екеуміз енді танысқан кез есіңде ме? Сонда сен маған Сераф туралы бір жайтты айтып едің ғой. Мен бұған дейін ол жайт жайында ауыз ашпадым, бірақ енді сол жайттың айқын болатын уақыты жетті. Мен ол туралы айтсам, Туфан маған сенбейді. Сондықтан ағаңа оны сен айтасың дейді. Ферда: мен олай істей алмаймын, мені бұған араластырма деп айтудан бас тартады. Содан Нұрмалиге: мен Туфаннан ажырассам, Живан да менен кетеді, ал Живан кетсе мен өмір сүре алмаймын. Сен әйеліңді менің өтінішімді орындауға көндіресің, немесе мен бәріне екеуміз туралы шындықты айтамын. Менің енді жоғалтар ештеңем жоқ деп Малиді ортаға салады. Мали Фердаға: Нұрдың біздің баламызға зияны тие ме деп қорқамын, сондықтан оның өтінішін орындағаның дұрыс болар деп өтінеді. Баласы үшін қорыққан Ферда Туфанға келіп, мен саған бір нәрсе айтуым керек дейді. Содан Туфан Сирапты кездесуге шақырады. Екеуі біраз әңгімелесіп, Туфан: менен кішкентай кезінде кім болғың келеді деп сұрағанда, мен жақсы әке болғым келеді деуші едім, дейді. Сирап: сен онсыз да мен білетін әкелердің ішіндегі ең жақсы әкесің ғой, дейді. Туфан: мен балаларымның туған әкелері емеспін ғой, бірақ менің әке болатындай мүмкіндігім болыпты ғой. Сен маған айтпай, қалай менің баламды алып тастауға дәтің барған? Жауап бер, дейді. Сирап Туфан екеулері кездесіп жүрген кездерінде аяғы ауыр болып қалған екен. Жас болғандықтан балаларын қалай асыраймын деп қорқып түсік жасатқан екен. Ол жайында Ферда да білген екен. Ферда Нұрдың қысыбымен сол жайт жайында Туфанға айтқан еді. Сирап: ол кезде жағдайымыз нашар болды ғой. Менің баламыз болғанын қаламады дейсің бе, дейді. Туфан: сен қалайша ондай іске бардың? Бізден бәрібір ештеңе шықпайды деп кетіп қалады. Содан көңілі жабырқаулы Туфан Нұрдың біздің мерейтойымыз болады, соңғы рет атап өтуіміз керек деген ұсынысын қабыл алып, мейрамханаға барады. Сол жерде Нұр Туфанды мас қылдырып, Туфанды төсекке тартады. Бұл Нұрдың кезекті жоспарларының бірі еді. Туфаннан ажыраспау үшін одан жүкті болуды көздеген еді, және сол жоспарын ақыры іске асырады. Видеоның соңына дейін көргендеріңізге рахмет. Қолдау білдіріп, лайк басып, каналға тіркеліңіздер. Видеоның соңына дейін көргендеріңізге рахмет. Қолдау білдіріп, лайк басып, каналға тіркеліңіздер. Видеоның соңына дейін көргендеріңізге рахмет. Қолдау білдіріп, лайк басып, каналға тіркеліңіздер.